Бүгінгі сабақта біз н мен ыңды ажыратуды үйренеміз. Дыбыстарды айтқан кезде оның қалай жасалғанына, яғни ауаның ауыз қуысынан қалай шыққандығына мән беріңіз. Мәселен, н дыбысын айтыңыз да, оны дыбыстаған кезде ауыз қуысында болған әрекеттерді сипаттаңыз. Яғни, тілдің ұшы тіске тиеді. Ал енді ыңды айтып көріңіз. Тіл кері, артқа қарай шегінеді. Дыбыстардың жасалуының өзінде едәуір айырмашылық бар. Н дыбысын айтқанда, н-дан кейін а дыбысы қосарлана естіледі. Яғни, н түріндегідей. Бұл жазылу емес, естігеніміз. Ал ың дыбысын айтқан кезде, керісінше а дыбысы ыңның алдына шығып кетеді. Яғни, ың түрінде а дыбысының көмегімен дыбыстарды оңай ажыратуға болады деген сөз. Кейбір әдістерде ың дыбысы сөздерде аз кездеседі. Сол себепті мұндай сөздерді жаттап алып ақ үйренуге болады деп жатады. Бұл да дұрыс шығар. Дегенмен барлық сөзде емес, сол сөздің түбірін ғана жаттап алсаңыз, жетіп жатқаны. Сол түбірден өрбіген сөздердің мағынасы бірдей болмағанымен, дыбысталуы бірдей келіп, бір сөздің қайта қайталануын көріп отырсыздар. Мысалы, жаңа, жаңалық, жаңаша, жаңашыл, жең, жеңіл, жеңілдік, жеңілтек, жеңіс, жеңімпаз, жеңге, тың, тыңда, тыңдалым, тыңшы, тыңайт, тыңайтқыш, тыңғылықты және тағы басқалары. Таң, таңғы, таңшолпан, таңба, таңдай, таңғажайып, таңда, таңдау және тағы басқалары. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Кішкене бағбан. Садықтың әкесі бағбан. Садық оған үнемі көмектесіп жүреді. Қар кетісімен әкесімен баласы бақта тынбай еңбек етеді. Бір күні Қалел жүгіріп келіп, «Кеттік, Садық, ойынға», деді. «Менің жұмысым көп», деп жауап берді Садық оған. «Жұмыс деген немене тәйірі? Одан да ойнаған қызық емес пе?» Садық ойнағысы келіп кетсе де, жұмысын жалғастыра берді. Күз де келді. Бақта жеміс пен жидектің сан алуан түрі пісті. Садықтың өзі де қарқ болды. Досын да барынша сыйлады. Қалел тойып алып, «Бәрінде түк қалдырмай жеп қоямыз», деді. «Қалады», деп жауап берді Садық. «Әкем, кім ойынға елікпей еңбек етсе, жер соны қарқ қылады» деген. Сұрақтарға жауап бер. Мәтін не туралы? Садық пен Қалелге мінездеме бер. Күзде табиғатта қандай өзгерістер болады? Жауабын аудиожазбамен жібер. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 27-сі, үй жұмысы, 67-ші жаттығу, 66-шы бет. Мақалды көшіріп жаз. Н және ың дыбыстары бар сөздердің астын сыз. Жетпісінші жаттығу, 67-ші бет. Өлеңді оқып, көшіріп жаз.